Өлсе өлер табиғат, адам өлмес, ол бірақ қайтып келіп ойнап күлмес. Менімен менікіндей айырылғанын өлді деп ат қойыпты өңкей білмес. Көп адамдар дүниеде бой алдырып аяғынан көп шалдырған. Өлді деуге сияма айтыңдаршы, өлмейтұғын артына сөз қалдырған. Дегендей бүгін біз артына өлмейтін сөз қалдырған Абай атамыз жайында сөз қозғаймыз. Ұлы ақын 1845 жылы 10 тамызында табиғаты тамаша Семей облысы Жидебай жерінде Шыңғыстау етегінде дүниеге келген. Оның негізгі аты Ибрахим болса да, оны әжесі Зере еркелетіп Абай деп атап кеткен. Абайдың атасы Өскенбай. Ол дала халқының әділ биі болған, ал әкесі Өскенбай ұлы Құнанбай, ол өз заманында атақ-даңқы алысқа кеткен беделді адамдардың бірі болды. Ал шешесі Ұлжан шешендігімен және тапқырлығымен аты шыққан. Есіңде бар ма жас күнің? Есіңде бар ма жас күнің? Көкірегің толық, басың бос, қайғысыз, ойсыз мас күнің. Кімді көрсең бәрі дос, махаббат қызық малмен бақ, көрінуші еді дос қортақ, үміт жақын көңіл ақ, болар ма сондай қызық шақ. Құдай-ау қайда сол жылдар, махаббат қызық мол жылдар, ақырын шегініп алыстап кетті қорғырлар. Жалынасың, боқтайсың, сағынасың, жоқтайсың, махаббат кетті, дос кетті, жете алмайсың, тоқтайсың. Көзіме жас бер жылайын, шыдам бер сабыр қылайын, жаралы болған жүрекке дауа бер жамап сынайын. Абай Құнанбаевтың 16 қара сөзі. Қазақ құлшылығын Құдайға лайық болса екен деп қам жемейді. Тек жұрт қылғанды бізде қылып, жығылып, тұрып жүрсек болған екен дейді. Саудагер несиесін жия келгенде, тапқаным осы, алсаң ал деп. Әйтпесе саған болар жерде мал қазанба дейтұғын болушы еді ғой. Құдай тағаланы дәл осы саудагерде қыламын дейді. Тілін жаттықтырып, ойланып, үйреніп әлек болмайды. Білгенім осы, енді қартайғанда қайдан үйрене аламын дейді. Оқымадым демесе болады дағы, тілімнің келмегенін қайтушы еді. Оның тілі өзге жұрттан бөлекше жаратылып па? Жасымда ғылым бар деп ескермедім. Пайдасын көре тұра тексермедім. Ер жеткен соң түспеді уысыма, қолымды мезгілінен кеш сермедім. Бұл мақұрым қалмағыма кім жазалы? Қолымды дөп сермесем өстермедім. Адамның бір қызығы бала деген, баламды оқытуды жек көрмедім. Баламды медресеге білдеп бердім. Қызмет қылсын сен алсын деп бермедім. Өзімде басқа шауып төскөрледім, қазаққа қара сөзге дес бермедім. Еңбегімді білерлік еш адам жоқ, түбінде тыныш жүрген теріс көрмедім. Данабайды қазақтың ақынына балаймын, туатұғын алдынан ғасырына балаймын. Ақынның нұры бар, абайы бар қазақтың, жан алаңы, мұңы бар, қазағы бар абайдың. Абай дара, абайданы қазақта, жол салады әр өлеңі ғажапқа. Бар жазғаны даналық болып саналған жалғыздардың жалғызы ол қазақта. Абай 20 жылдық ақындық еңбегінің ішінде көптен көп жазғаны қоғамдық тақырыптар болды. Бір өлеңінде үйрен, ұғын, түзел деп ұстаздық етіп жетектемін десе, басқа бір өлеңінде түзелмегенге қиналып, күйініп, ұрысып, ызамен сөйлеп, желеп шенеп айтады.